Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін ұлттық бірыңғай тест сұрақтарын талдауды ары қарай жалғастырамыз. Қазір біз 11-ші сұрақтан бастап талдауды бастайық, иә, балалар? 11-ші сұрақ. 11-ші сұрақ бізге былай деп беріледі. Хромосомалық мутация түрлері. Бұл сұрақты талдамастан бұрын біз мутацияға анықтама берейік. Мутация дегеніміз ол тұқым қуалайтын өзгергіштік. Мутация кезінде генотип өзгереді. Ол дегеніміз генде, ДНК-да, хромосомада өзгерістер болады. Енді мутацияны біз төртке бөлеміз. Гендік мутация, немесе нүктелік мутация, геномдық мутация, хромосомалық мутация және цитоплазмалық мутация. Ал бізден сұрап тұр хромосомалық мутацияның түрлері. Жауап нұсқалары: дефишенция, рецессивті, доминантты, дупликация, инверсия, полиплоидия, нүктелік, анеуплоидия. Енді бұның дұрыс жауабы бірінші, бұл көп жауапты балар, сондықтан бірінші дұрыс жауабы бұл жерде дефишенция. Дефишенция дегеніміз не? Дефишенция дегеніміз балар, бұл хромосома ұштарының жетіспеуі, осыны дефишенция деп атаймыз. Негізі хромосомалық мутация балар қай кезде болады? Хромосомалық мутацияның өзі екіге бөлінеді. Хромосома ішілік, хромосома аралық. Хромосомалық мутация негізінен хромосоманың құрылымы бұзылған кезде пайда болады. Соның біреуі дефишенция. Бұл кезде хромосома ішілік мутация, хромосоманың ұштарының жетіспеуін дефишенция деп атаймыз. Екінші бұл жерде дефишенция, дупликация. Дупликация. Дупликация дегеніміз не балар? Дубликат деген сөзге ұқсап тұр, е? Дупликация, дупликат деген сөзге ұқсап тұр. Бұл кезде әрине хромосоманың белгілі бір бөлігінің екі еселенуі. Осыны дупликация деп атаймыз. Бұл екінші жауап нұсқасы, дұрыс нұсқасы. Үшінші инверсия. Инверсия дегеніміз не? Бұл хромосома бөлігінің 180 градусқа бұрылуынан пайда болатын өзгергіштік, мутациялық өзгергіштік. Осыны инверсия дейміз. Сонымен біздің 11-ші сұрақта хромосомалық мутация түрлері беріледі. Хромосомалық мутацияның 3 дұрыс жауап нұсқасы дефишенция, дупликация, инверсия. Сонымен дефишенция ол хромосоманың бір бөлігінің жетіспеуі, дупликация хромосоманың белгілі бір бөлігінің екі еселенуі, инверсия дегеніміз хромосоманың 180 градусқа бұрылуының нәтижесінде хромосоманың өзгеруі. Осыны біз хромосомалық мутация дейміз. Бірақ тағы да хромосомалық мутацияның бір түрі бар, оны делеция дейміз. Делеция. Не деп айтайды екенбіз балар? Делеция. Делеция дегеніміз хромосоманың бір бөлігінің үзіліп түсіп қалуы. Міне осыларды хромосомалық мутация түрлері деп атаймыз. Оның ішінде хромосома ішілік. Мұнаның барлықтары хромосома ішілік. Хромосома ішілік. Енді хромосома аралық бар балар. Хромосома аралық дегеніміз екі хромосоманың арасында жүретін хромосомалық мутация. Оны транслокация деп атайды. Транслокация дегеніміз хромосоманың бір бөлігінің оған ұқсас емес басқа бір хромосомамен ауысып кетуі. Осыны транслокация деп атаймыз.
Енді 12-ші сұрақ. 12-ші сұрақ бізге зәр түзілуден келіп тұр. Зәр түзілудің реабсорбция кезеңінде қатысатын құрылымдар. Енді зәр түзілудің қайша кезеңі бар балар? Зәр түзілудің 3 кезеңі бар. Бірінші фильтрация, немесе абсорбция, немесе сүзілу. Екінші реабсорбция, қайта сіңірілу. Үшінші секреттің бөлінуі, секрецияның бөлінуі. Міне осындай зәр түзілудің 3 кезеңі бар. Ал бізге екінші кезеңге қатысатын мүшелерді сұрап тұр. Екінші кезең не? Екінші кезең реабсорбция. Биологияда ре деген сөз вновь, қайта деген сөзді білдіреді. Сонда қайта сіңірілу. Қайта сіңірілуге қатысатын құрылымдар. Бірінші тостаған ша, екінші Генли ілмегі, С нұсқасы Боумен капсуласы, Д нұсқасы бүйрек астаушасы, F нұсқасы промаксималды өзекшелер, одан соң дистальды өзекшелер, шумақ капсуласы, осыларды сұрап тұр. Енді біз дұрыс жауабын табуымыз керек. Реабсорбция қандай құрылымдар қатысады? Әрине, бірінші Генли ілмегі. Екіншісі промаксималды өзекше. Промаксималды өзекше. Үшінші дисталды ирек өзекше. Міне жауап, дұрыс жауап нұсқалары балар осылар. Сонда зәр түзілудің екінші кезеңі реабсорбцияға осылар қатысады. Генли ілмегі, промаксималды өзекше және дисталды өзекше. Ал процесс жинақтаушы түтікшеде аяқталады. Негізінен бүйрек, бірінші енді жауап нұсқаларына қарайық. Бүйрек пирамидасы дегеніміз не? Бүйрек пирамидасы дегеніміз балар, ол жіңішке жіпшелер. Осыны жіңішке жіпшелер жинақталуынан пирамида пайда болады. Ал бүйрек пирамидасының төбесі тостаған шаларға айналады. Астауша дегеніміз ол кішкентай қуыс, ол жерден несеп ағар шығады. Ал Боумен капсуласы дегеніміз қыртысты қабатта болатын. Капилляр шумағымен, оны капилляр шумағы торлап жатады Боумен капсуласын. Міне осы құрылымдар. Ал енді дұрыс жауабы міне 3 жауап. Келесі 13-ші. Ағзада тимозин гормоны жетіспесе байқалатын өзгерістер. Бірінші, лимфоцит жасушалар азайып, антидене түзілмейді. Бұл дұрыс жауап. Лимфоцит жасушалар азайып, антидене түзілмейді. Бұл бірінші жауап нұсқасы, дұрыс жауап нұсқасы болар. Екінші фосфор мөлшері артады, жоқ. Сүйектері сынғыш келеді, дұрыс емес. Дене температурасы төмендейді, дұрыс емес. Одан соң мидың қыртысындағы қызмет бұзылады, дұрыс емес. Мишық қыртысындағы қызмет бұзылады, дұрыс емес. Одан кейін ағзаның иммундық қасиеті төмендейді, міне дұрыс.
ағзаның иммундық қасиеті төмен дейді. Қазір түсіндірем, балар, неге бұл жауаптарды біз алып отырмыз. Одан кейін көк бауырдың мөлшері кішірейеді. Енді бізге тимазин гормоны. Тимазин гормонын қандай без бөледі? Соған тоқталайық. Бізде, балар, ішкі секреция бездеріне жататын айырша без. Айырша бездің екінші атауын тимус деп атаймыз. Айырша без иммундық жүйенің орталық мүшесі. Міне, мына үш жауап нұсқасы да иммундық жүйеге байланысты келіп тұр. Неге? Себебі айырша без, тимус иммундық жүйенің негізгі мүшесі. Міне, сондықтан иммунитетке байланысты, қорғануға байланысты үш жауап нұсқасы осылай болып тұр. Айырша без қайда жатады? Айырша без кеуде қуысында болады. Кеңірдектің жоғарғы ұшын жауып жатады. Оның гормонын тимозин деп атаймыз. Бұның гормонын не деп атайды екенбіз, балар? Тимозин. Балар, бұны жаттау оңай, еске түсіру оңай. Мына жерде тимус. Тимус. Гормоны тимозин. Енді бұл балалық шақта бұл едәуір үлкен болады. Жыныстық жетілуден кейін бұлар кішірейеді. Бұның гормоны иммунитетке жауап береді. Сондықтан лимфоцит жасушалар азайып, антидене түзілмейді. Ал иммунитетте бізде антидене маңызды рөл атқарады. Естеріңде бар шығар, антидене. Екінші, ағзаның иммундық қасиеті төмендейді. Неге? Себебі тимозин иммунитетке жауап береді. Көк бауыр мөлшері кішірейеді. Көк бауыр, балар, бізде иммундық жүйенің шеткі жүйесі. Сондықтан осы жауаптар дұрыс. Ал енді басқа жауаптарға тоқталайық. Фосфор мөлшері артады. Одан кейін сүйектер сынғыш келеді. Одан кейін кальций деңгейі азаяды. Қандай гормон? Ол бізде қалқанша маңы бездері бөлетін парат гормон. Бұл сұрақтың дұрыс жауап нұсқасы бола алмайды. Одан кейін дене температурасы төмендейді. Дене температурасы төмендейді. Қалқанша бездің тироксины ересек адамда жетіспесе, микседема деген ауру пайда болады. Осы микседема кезінде дене температура төмендейді. Одан кейін дене температурасы, фосфор мөлшері, сонымен фосфор немесе кальций мөлшері деп келсе, ол парат гормон. Ал иммунитет деп келетін болса, ол тимозин. Қандай без бөледі? Әрине, тимус. Тимус. Қазақшасы айырша без. Міне, балар, біз бүгін 3 сұрақпен таныстық. 11, 12, 13 сұрақтарды талдадық. Сендерге бұл сұрақтар түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.